Қайырлы кеш ханымдар. Ақырындап бастай берейік, кіретін адамдар кіре береді. Мен өзім таныстыра кетейін. Менің есімім Жарқын Асқарұлы. Осы Невоев компаниясында 2 жылдай болды жұмыс істеп жатқаныма. Қазіргі таңда менің статусым директор 1. Енді көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар, осы өткен айда осы Невоев компаниясының келесі бір рангын жапқан болатынбыз. Ол директорлық ранг, бір рангын жапқанбыз. Неге мен бүгін қай жолды таңдар едіңіз деген тақырып таңдадым дегенге қысқаша сіздерге тоқтала кетейін. Жалпы бүгінгі таңда Қазақстан болсын, өзге мемлекетте болсын, осы 3 актуалды сұрақ қозғап көтеріледі, иә, білесіздер. Ол біздің жұмыс, деген найым жұмыстар, оған және мемлекеттік қызмет болсын, басқа да жұмыстардың бәрі осыған кіреді. Одан кәсіп бұл бизнес. Бизнеспен біздің қазір Қазақстанда 4-тен 1 айналысады десем, артық айтпағаным шығар. Ол кәсіпке кез келген өздері жеке кәсіпкер болып тіркелген Қазақстан азаматы саналады. Одан кейін осы 21 ғасырдың басында қарқынды дамып жатқан желілік бизнес, бұл дегеніміз сетевой маркетинг. Қазіргі таңда өте жоғары деңгейде көтеріліп келе жатыр. Бүгін осы 3 тақырып айналасында сіздермен өзімнің 2 жылда жинаған тәжірибеммен бөлісетін боламын. 13 адам кіріпті, жарайды, біз бастай берейік. Қараңыздар, енді жұмысқа бір қысқаша тоқтай кетейік. Жалпы мен өзім мамандығым заңгер. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің Семей қаласындағы арнайы заң колледжінде оқығам, казармалық положение дейді ғой бізде. 2 жыл сонда оқып, мен 19 жасымда осы лейтенант званиясын алып, ішкі істер органдарында 10 жыл қызмет атқардым. Бұл дегеніміз қалай? Сіздер мысалға мемлекетте қызмет атқарасыздар, мемлекет жұмыс істеген кезде сіздердің уақыттарыңыз санаулы, бәрі тіркеулі, қай уақытта жұмысқа бару керек, қай уақытта жұмыстан қайту керек, қанша жұмыс істеңіз, артық жұмыс істесеңіз де сіз одан артық табыс таппайсыз. Тем более ішкі істер органдарында қызмет атқарған адамдар оны жақсы біледі деп ойлаймын. Өйткені мен өзім сол салада істедім ғой. Онда басқа найымдардағындай 8 сағаттық жұмыс көрсетілмеген, сенбі жексенбі күндері демалу деген жоқ. Кез келген түннің бір уақытында, былай айтқанда, по тревогу көтеріп алады. Сол арқылы жұмыс істейміз. Оның үстіне әртүрлі жағдайлар болса, тіпті үйдің бетінде көрмей кететінбіз. Сөйтіп жүріп, біздің енді бүкіл жастық шағымыз 19 жастан 28 жасқа дейін мен сол жерде қызмет атқардым. Біздің тойға болсын, біздің өздеріңіз білесіздер, қазақтың тойы бітпейді, басқа жерлерге баруға деген біздің мүмкіндігіміз аз болды. Өйткені күнде жұмыс, демалыс жоқ, жас болып келдік жұмысқа, жаңағы арнайы шенімізді алып, сондай қызмет бітіргеннен кейін ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ал енді кәсіпке не келеміз? Осы мен ішкі істер органдарынан шыққаннан кейін 7 жылдай дәстүрлі традиционный бизнеспен айналыстым. Мен Астана қаласында тұрам. Астана қаласында менің сет магазиндерім болды продуктовый. 2 точкам болды, ол жаңағы правый берегте жаңа салынып жатқан Алматинский район деп айтады. Енді осы Астана қаласының тұрғындары білетін шығар, сол жерде жұмыс істедім. Традиционный бизнестің желілік бизнестен айырмашылығы неде? Мен сіздерге жаңа осыны бір талдай кетейінші, сіздерге айтуды ұмытып, жаңа асығып. Жұмыс деген қалай? Тұрақтылық па, шектеу ма? Уақыт деген сізде сатылымда, одан қозғала алмайсыз. Күнде жұмыс, демалысыңызда сіз мысалы 12 ай істесеңіз, оның тек қана 1 айында ғана демалысқа шығасыздар. Былай айтқанда біз отпуск дейміз ғой, сол секілді. Оның өзінде ішкі істер органдарында, жалпы құқық қорғау органдарында істейтін адамдар оны жақсы біледі, өйткені қозғалу мүмкіншілігі өте шектеулі онда. Кез келген уақытта сіз еңбек демалыстан шақырып алуы мүмкін. Жаңағындай, егер бір қаладан бір қалаға шығу керек болса, оның арнайы осы басшылықтың рұқсатынсыз тағы да шығуыңыз болмайды. Айлығыңыз шектеулі, ешқашан сіздің айлығыңыз өспейді. Маған десеңіз, өзіңіз жұмысыңызды 10 есе артық істеңіз, маған 20 есе артық істеңіз, сол сізге көрсетілген 150 мың ба, айдың соңында сол 150 мыңды аласыз. Және сіздің өзіңіздің бір жерге қозғалу үшін де, жүру үшін де бастығыңыз бар. Бастығыңыздың рұқсатынсыз ештеңе бастай алмайсыз, ештеңе істей алмайсыз. Міне сол секілді бұл одан кейін бұл найым жұмыстардың бір немесе өмір бойы тек қана бір зарплатамен ғана жұмыс істейсіздер. Соның айналасында ғана жүрсіздер. Тек қана мынандай мотивация болуы мүмкін, егер сіз специалист болсаңыз, средний специалистке, высший специалистке көтеріліп, сол арқылы ғана өзінің жалақыңызды көтеруге мүмкіндігіңіз болады, ал басқандай мүмкіндік жоқ. Одан кейін көптеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызмет атқарған кісілерде квартальный деген
премиялар болады, иә, квартальный, одан кейін арнайы мысалы мерекелік күндер бар, иә, красный календарный дата деп айтамыз ғой, мысалы тәуелсіздік күні болсын, басқа қандай күндер. Ол кездерде енді кейбір отличный сотрудник деп айтамыз ғой, жұмысты атқарған адамдарға не төлейді, мысалға премия береді. Бірақ ол премияны кім алады? Кім бастыққа жақын жүреді, кім соның танысы, кім соның туысы. Даже мемлекеттік қызметтердің көбінде мынандай нәрсе бар. Премияның өзін тек қана заочно сен аласың, бірақ ақша қалтаңа түспейді. Әрі кеткенде сен алдың деген бір поощрениең болады, бірақ сен ақшаны өзің ала алмайсың. Міне бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет болсын, найым жұмыстың кемшіліктері, оны түсінген адамға. Енді біз әке шешеміз бізді қалай үйретті? Ойбай, мектеп бітіргеннен бір мамандық ал, сонымен қызмет атқар, әйтеуір далада қалмайсың, сонымен жұмыс істеуің керек. Біз де 40 жыл бойы соны атқардық, қазір енді пенсияға шығып отырмыз деп 60-тан кейін ақылдарын айтып отырады. Ол деген қалай айтсам екен, кеңес үкіметінің сол кезде құрған политикасы деп айтайық, стратегиясы. Сол кезде солай мемлекетке, жалпы қоғамға сол тиімді болды. Әр қоғамда өмір сүрген адамдарды сонымен ұстау және ол мемлекеттің вышестоящий біздің мемлекетке сол тиімді болды да, солардан артық шалмады. Өздігінен кәсіппен айналысу, өздігінен бір нәрсені ашу деген өте бізде төменгі дәрежеде тұрды. Енді өздеріңіз былай есеп салыстырып алсаңыздар, батыс мемлекеттері болсын, Америкаларда біз бүгінгі таңда 21 ғасыр осы дамып жатқан желілік бизнес осыдан бір ғасыр, бір жарым ғасыр бұрын қарқын түрде дамып кеткен. Енді өздеріңіз көптеген адамдар мемлекеттік қызмет болсын, басқа жүрген адамдар қызығушылық танытып жаңағы батыс елдерінің, Американың болсын, Россияның болсын, мықты коучтарының, бизнес тренингтерінің кітаптарын оқысаңыз, олардың тарихында бізден әлде қайда алда дамып кеткенін байқаймыз. Ол даму қазіргі қоғам талап ететін өзгеріс бізге кешіп келіп жатыр. Бір өкінішті әлі күнге дейін біз осы өкінішті жаңағы тиімді жағдайды біздің қоғам әлі дұрыс пайдаланбай жатыр. Тіпті мен мысалы осы Нью-Вейв компаниясында жұмыс істеп жатсам да, менің қасымдағы кейбір достар әлі теріс қабылдайды. Өйткені олардың ойында сондай сақталып қалған. Бізді бала күнде соған үйретті. Мектепте оқыдық, мектеп бітіргеннен кейін, орта білімнен кейін жоғары білім алу керек, жоғары білім алғаннан кейін университет бітіргеннен кейін бір қызметке кіру керек, сол қызмет арқылы сен өз күніңді көресің деген бір қатып қалған қағида бар. Осы қағидадан біздің қоғамдағы адамдарды шығару қазір өте қиын. Оларға түсіндіру енді мыңнан бірі түсінуі мүмкін, ал түсінбеген адамдарға осылай көрсетіп, айырмашылықтарын жеткізу керек, жіктеп. Бұның айырмашылығы неде? Қандай мүмкіндіктер бар? Мысалы, мемлекеттік қызмет атқарғандар қалай? Таңертең 8-де кетеді жұмысқа, 1 мен 2-де үзіліс, 6-7-ге қайтадан жұмыс, кептеліспен үйге жетеді, бала шағасы бар, балаларына қарай алмайды. Тіпті өздерін таңертең балабақша, садиктерге өз балаларын апара алмайтын мүмкіндіктер болсаң, өздерінің ата-енесіне, әке-шешелеріне айтып, солар көмектесіп жатады. Иә, оны жас семьялар көптеген білесіздер. Енді ауыл жерде біраз енді ондай жоқ шығар, бірақ қалалық жерде өте көп кездеседі ондай нәрсе. Келесі кәсіп деген еркіндік пе әлде тәуекел ме деп осындай өзіме сұрақ қойып жаздым да. Өз ісің, бірақ үлкен бастап капитал талап етеді, барлық жауапкершілік өзіңде. Тәуекел көп, тұрақтылық аз. Неге? Мысалға айтайын. Кәсіп дегенді біз қалай бастадық? Мысалы, осыдан 8 жыл бұрын мен де кәсіппен айналысқам. Мен ойладым, мемлекеттік қызмет атқардым, енді өзім жеке кәсібім болады, мен өз-өзіме бастықпын, ешкімге тәуелді емеспін, бұрынғыдай ешкімнен зарплата сұрамаймын, бір жерге бару үшін мен ешкімнен рұқсат сұрамаймын, өйткені бұл өзім жеке кәсібім. Мен қай уақытта кәсібін жүргіземін, өзім білемін деп ойлап, солай бастадық, иә. Неге 7-8 жыл жүріп қалдық деген сұрақ туындауы мүмкін осындайда. Қараңыздар. Қазіргі таңда 1 миллион теңгеге ешқандай кәсіп аша алмайсыздар. 2 миллион теңгеге де тем более. Әр кезде бір 5-10 миллион теңгеге бір средний, шағын кәсіп ашуларыңыз мүмкін. Және оны ақтау уақыты қанша жүреді бізде? Ол жұмыстың өзінің ауыртпалықтары бар, иә. Бастапқыда үлкен капитал талап етеді, ол. Және сізге жауапкершілікті қажет етеді. Мысалға, мен өзім басым өткен айтайын. Мен сет магазиндер ұстадым, мысалға. Астана қаласында азық-түлік магазиндері. Күні бойы соған жауаптысың, сен кетсең, ол жұмыс тоқтап қалады. Өйткені сенің алған жұмысшыларыңа сенің жұмысың қажет емес. Олар жаңағы мемлекеттік қызмет секілді қанша істеді, соншалықты өздерінің жалақыларын жүре береді.
Ал сенің бизнесің жүруге, оның ары қарай объемын көбейтуге олар көп басын ауырта бермейді. Сондықтан ол жерге сен тұрақты байланып қаласың, қозғала алмайсың. Ал бір жерге кеттің, табысың түсе бастайды. Одан бөлек мысалға налогыңыз бар, салық төлеуіңіз керек. Егер қалалы жерде болса, мысалы біз айтамыз ғой қазір көптеген нежилые помещения дейміз ғой, аренда қаласың, аренданы төлеуің керек, ай сайын келетінсің, квартплата, коммунсулаңыз бар. Оның бәрі сізге қосымша шығын әкеледі. Тәуекелі көп, тұрақтылық аз. Өйткені бәрі тәуекелдікпен кіреді басында осы жұмысты бастаймын деп. Одан кейін оның табыс аз болғаннан кейін, ой, бұл менің істейтін жұмысым екен, мен осымен қоя қояйын деп тоқтап жатады. Желілік бизнес жаңа дәуірдің мүмкіндігі. Желілік бизнес, сетевой бизнес, қазіргі таңда біз айналысып жатқан. Инвестиция аз, командамен бірге өсу, табыс нәтижесі сай, уақыт пен еркіндік өз қолдарыңызда. Дамудың нақты жүйесі бар. Мысалы қараңыз, біз осыдан 7-8 жыл бұрын традиционный бизнеспен айналысқанда қаншама ақша салдық ғой, чтобы айына 1 миллион, 2 миллион теңгеге табысқа шығу үшін. Бірақ күні түні қасында жүреміз. Өйткені сен қанша миллиондап ақша салдың ғой, сол ақшаны шығару үшін. Ал бүгін сетевой компанияда қалай? Мысалы өздеріңіз білесіздер, Невоевте әрі кетсе максимум пакетпен 720 мың теңгеге бір рет салдыңыздар. Бір-ақ рет салдыңыздар, оны қайтадан ай сайын ойбай маған тағы 720 мың салу керек екен, немесе бір өнім алуым керек екен, әйтпесе мен кабинетім күйіп кетеді, мен кісілермен жұмыс істемей қаламын деген сіздерде уайым болмайды. Ал традиционный бизнесте уайым деген сіздің басыңызда қанша шаш бар, сондай проблема болады. Өйткені жауапкершілік көп. Ал мына жерде сіздің инвестицияңыз аз. Одан кейін команда құрасыз. Өзіңіздің 2 адам шақырасыз, мысалға, 2 адаммен жұмыс істегенде, сонымен командамен бірге өсесіз. Команданың өскені сізге де тиімді. Және сіз орта құра білесіз. Мұнда тек қана позитивный адамдар келеді, андай бір өмірге әбден бір нервный болып, бір кредитке малынып, бір проблемный адамдар аз. Тек қана позитивный, постоянно жақсы настроениемен, жұмысқа деген желаниялары өте жақсы. Сондықтан бұл жерде желілік бизнесте, яғни сетевойда көтерілу мүмкіндігі жоғары. Оның үстіне біз айналысып отырған Невоевтың маркетинг планы, олардың бізге беріп отырған мүмкіншіліктері, біздің компанияның басшылықтарының беріп отырған мүмкіншіліктері, енді айтпасам да өздеріңіз білесіздер. Уақыт жағын, уақыт пен еркіндік өз қолдарыңызда. Таңертең қай уақытта жұмысқа келемін демейсіз, ойбай, жұмыстан кешігіп қалдым, қазір барсам маған строгий выговор болады, немесе басқа нәрсе, зарплатамды қысқартып тастайды деген жоқ. Өзіңіз уақытты өзіңіз қоясыз, еркіндік өз қолыңызда. Қазіргі 21 ғасырда дамыған уақытта сізге кез келген жерде жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз бар. Үйде отырып істейсіз бе, офиске барасыз ба, қалаға барасыз, бір қала мен бір қаланың арасында жүріп жұмыс істейсіздер ме? Біз осы 2 күн бұрын ғана Өскемен, Семей қаласында семинарға барып келдік. Өздеріңіз білесіздер, қаншама компания бізге промо наборлар берді, акциямен. Біз 7 сағатта баратын Астанадан Семейге 15 сағатта бардық қой. 15 сағат деген пойыздың уақытымен бірдей бардық қой. Неге? Өйткені қай жерде бізге интернет бар, сол жерде өзіміздің кәсібімізді жалғастырдық. Яғни біздің кәсібіміз қалтамызда болды, бизнесіміз. Интернет болса болды, главное. Өнімге сұраныс бар, кез келген тоқтап жұмыс істей бердік. Желілік бизнестің дәстүрлі бизнес, яғни традиционныйдан айырмашылығы осыда. Ал традиционный бизнесте мысалға магазині бар, салон бар, жауып кеттіңіз, ақша сізге келмейді. Ал мұнда главный интернет болса болды. Сонымен ары қарай жұмыс істеп табысыңызды табуға болады. Және өмір салтыңызды өзгертуге болады. Ақша болғаннан кейін, басқадай ортаға түскеннен кейін өмірдің басқа қырларын түсіне бересіздер. Енді мен ішкі істер органдарында істегеннен кейін біздің енді ол көптеріңіз білесіздер ғой, ол жақтың ортасы қандай екенін. Бізде агрессивный бәрі, нервный, бір постоянно бір напряжениеде жүресің, жұмыс, уақыт, руководстводан требованиясы көп. Біреу десе мә деп бір жындануға дайын тұрасың да, өйткені бізді жұмыс соған үйретіп тастады. Одан шыққаннан біз керісінше мен барып традиционный бизнеспен айналыстым. Онда мен одан бетер нервный құрта бастады, бұл айтқан кезде. Күнде жүгіресің. Өйткені тоқта қалсаң, сенің салған ақшаңды шығару мүмкіншілігі азая береді күннен күнге. Енді өздерінің осы жерде отырған адамдар да бар шығар, сондай бизнеспен айналысқан. Табыс табу үшін тұрақты сіз ізденуіңіз керек, жаңа не шығып жатыр, нені сатуың керек, адамдарды қалай тартамын, клиенттер аз, өнім өтпей жатыр, және де акция құрайсың, өзіңнің ақшаларын саласың.
жаңағы бастапқы ақшаны шығару. Вроде бы 20 миллион ақшаң бар, бірақ қолыңда жоқ. Традиционный бизнес, білесіздер ғой. Өйткені ақшаның бәрі сізде товарда тұр. Ал бізде қазір не бар? 720 мың кірді кезінде осыдан 2 жыл бұрын Нью-Йорк компаниясында. Одан кейін қайтадан кірдім, ойбай менің кабинетім өшіп қалыпты, маған қайтадан өнім алу керек деген ешкім проблемасы жоқ. Главное, жұмыс істесе болды, табыс табу мүмкіндігі әркімнің өзінің қаншалықты жұмыс істегеніне байланысты. Оны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Неліктен мен желілік бизнесті таңдадым? Бүгінгі заманда бәрімізге жетіспейтін уақыт пен еркіндік. Күн сайын бір нәрсе үлгермей, өзімізді кейінге ысырап жатамыз. Ал желілік бизнес маған ең басты құндылық берді. Яғни маған уақытты өз қолыма берді. Егер мен жаңағы айтқан желілік жұмыс және кәсіп салыстыратын болсақ, енді ішкі істер органдары істеген уақыт деген енді ол өз қолында болмайды. Өйткені ешқашан сана салмайсың, қай уақытта қай жерге барамын, той дегенді ұмытасың, жиын деген ең соңынан келесің, өйткені сенде үнемі 24 сағат жұмыстасың. Сол секілді дәстүрлі бизнеспен айналысқан кезде мен сетевой сеть магазин ұстадым, цветочный магазиндерім болды. Постоянно сен жүресің, жаңағы жұмыстағыларыңа мотивация беруің керек, олар қозғалу керек, олар жұмыс істемесе, саған да табыс келмейді. Ал олар жұмыс істету үшін сен постоянно солармен бірге қозғалуың керек. Мысалы, цветочныйды алайықшы, мысалға, цветочныйға гүл әкелдің, оның уақытында өтпесе, все, убыток кетесің. Өйткені гүлді сен қайтадан тірілте алмайсың ғой, живой гүл өліп қалуы мүмкін. Сондықтан оны жанталасып сатуың керек. Үлгеруің керек, кісі табуың керек, клиент іздеуің керек, таргет жіберуің керек, маркетингтерін өзгертіп, әйтеуір акциялар жасап, оның бәрі бізге керісінше әсерлерін тигізіп жатады. Ал традиционный бизнестен сетевой бизнеске өткен қазір рахаттанып жүрміз ғой. Барлықтарыңыз айтыңыздаршы, қараңыздаршы. Уақыт өзімізде, қай уақытта тұрамыз демейміз, қай уақытта жұмысқа барамын демейміз. Главный интернет болса болды. Қазақстанның тіпті шетелдің кез келген мемлекетінде отырып жұмыс істеуге мүмкіндігіміз бар. Және барлықтарыңызда сондай мүмкіндіктеріңіз бар. Желілік бизнесті таңдағанда түсінгенім, бұл өз уақытын өзің басқаратын өмір салты. Және сіздерге айтатыным, қай уақытта, қайда барам, қай уақытта қайтам деген бәрін сіз өзіңіз шешесіз, бастығыңыздан сұранбайсыз. Немесе кәсіппен айналыссаңыз, мен кетіп қалсам, мына нәрсе не болады екен деген уайымыңыз азаяды. Ал бұрын қалай болды? Егер сіз традиционный бизнес болса, бір жерге кетіп қалсаңыз, сіздің бар уайымыңыз сол жақта болады. Вроде бы демалып жатасыз, бір тойда отырасыз, басқа жерде, ал сіздің ойыңыз бәрі сол жаңағы өзіңіздің бизнесте жүреді. Мәссаған, не болып отыр екен, мен андай сатушылар не істеп жатыр екен, бүгін планды орындап па, жаңағы әкелген товарлар өтті ме екен, сделка болды ма екен, болмады ма екен деген уайым постоянно напряжение. Өйткені сіздің онда табыс табуға деген салған ақшаңыз жатыр. Бұл табыс, одан кейін бұл табыс пен дамуды отбасынан ажыратпай қатар алып жүру мүмкіндігі бар. Енді оны қалай түсінуге болады? Мысалға, отбасы құрған жас семьялар бар, осында айналысып жүрген. Олар қалай істейді? Үйде отырып, баласымен қыдырып та жүріп, оның мектебіне де барса болсын, балабақшасына барсын, қайда барса да сонымен бірге жұмыс істеу мүмкіншілігі бар. Өйткені біздің басты артықшылығымыз бізді жұмысқа кел, анау қайда, мынау қайда деп сұрайтын басшымыз жоқ. Тек қана бізде көшбасшылар бар. Олар бізге қалай жұмыс істеу керек екенін, қалай табысқа шығу керек екенін мүмкіндіктерін айтып отырады. Ал басқа жұмыстарда басшы ол сізге тек қана бұйрық береді. Мынаны істе, бүйт, сөйт, бүгін анда болуың керексің, ертең мынаны бітіруің керексің деген традиционный бизнеспен мемлекеттік қызмет болсын, найым жұмыстың бір кемшілігі сол. Ал сетевой бизнесте бар уақыт өздеріңізде, рахат, қай уақытта жұмыс істеймін, қай уақытта барам, қанша жұмыс істедіңіз, сол жұмыстан қарай өздеріңіз еңбектеріңізді, тапқан табыстарыңызды алып отырасыздар. Бұл лайықты формат. Үйде отырып интернет арқылы жұмыс істеу, оны айтпасақ та болады, өйткені барлықтарыңыз үйде отырып жұмыс істеп жатсыздар, иә? Мысалы, Астана қаласында 5000 адам бар десек, соның бір 5-еуі, бір 10-ы келетін шығар күніне, өйткені қалғандары өздеріне қай жерді тиемін деп санайды. Партнерлармен кездесе ме, әлде бір туыстарымен отыра ма, қонақта отыра ма, жолда кетіп бара ма, әйтеуір жұмыстарын жасап жатыр. Нью-Веб компаниясы берген мүмкіншіліктерін пайдаланып отыр. Енді бағанадан бері айтып жатқан нәрсем сол интернет пен телефон менің кеңсем, то есть. Ол дегеніміз қараңызшы, біз кеңсеге бару деген, кеңсе, кабинет, офисқа бару деген, ол әркімнің өзіне байланысты, иә?
барғысы келген адамдар барып сол қалада, сол офисте отыратын лидерлерден консультациялық маркетингтерін түсіну үшін барады, иә. Ал кім ол дәрежеге жетіп алды, кез келген жерде жұмыс істей береді. Главный интернет пен телефон. Бүгінгі таңда бизнес ашу үшін кеңсе үлкен капитал немесе байланыс қажет. Бізге керегі интернет пен телефон ғана. Енді мына жерге тағы да бір тоқтала кетейін. Традиционный бизнесте қалай? Екінің бірінде бизнеспен, жалпы бизнеске адамдар не үшін келеді? Өзінің өмір салтын өзгерту үшін келеді, иә. Мынандай бір жақсы сөз бар еді. Жалпы бизнеспен ақшасы барлар айналыспайды, бизнеспен ақшасы жоқтар айналысады. Өйткені өмірін жақсарту үшін. Ол ақшасы бар адамдар қайтеді ол бизнеспен айналысады. Бір неживое помещение сатып алып, арендаға беріп қойып, содан пассивный доходпен ғана отыра береді да. Ал басқа соған жанталасып, тырмасып, содан бір жерден арендаға алып помещение, сонымен жұмыс істейді. Міне, сол себепті бүгінде бизнес үшін кеңсе үлкен капитал, иә. Қазір мысалы Алматы, Астана қалаларында сондай помещение алып жұмыс істеп көріңіздерші. Сіздер бастапқы 6 ай тек қана сол өздеріңіз жалдап отырған помещениенің арендасына ғана жұмыс істейсіздер. И то, егер 6 ай сіздерге жеткілікті болса, 6 ай сіз раскрутка жұмыс істейсіз. Оборот болуға, сіздерді тану үшін, және осы жерде осындай кафе ашылған, немесе кофейня ашылған, ресторан, білмеймін қандай традиционный бизнес бар, аптека, осындай ломбард, тұрғылықты халық сол бизнестің бар екенін білу үшін, осындай районда бір жақсы кафе ашылғанын білу үшін сіздер акция запускать етесіздер, тек қана сіздер расходқа жұмыс істейсіздер. Өйткені сіздерде артқа қайту мүмкіншілігі жоқ. Қанша миллиондап ақша салып тастадыңыздар, иә. Ал сетевойда қалай? Сетевой тек өзіңіз үшін. Қалша жұмыс істейсіз, соншалық табыс табасыз. Уайымыз болмайды. Аренда төлеуім керек, закуп жасауым керек, немесе осы бизнесімді көтеру керек, маған реклама жасау керек, кісі тартуым керек деген. Енді әрине бұнда да енді кісі тартып солармен жұмыс істеу деген бар, бірақ және традиционный бизнестен қарағанда айырмашылығы жер мен көктей. Өйткені мен бұл екі бизнеспен де айналысып көрген адаммын, сондықтан мен оны өте жақсы білемін. Клиенттердің бәрі онлайн. Сіз ол бұрынғыдай, осыдан бір 20 жыл бұрынғыдай ала дорбаларыңызды құшақтап алып, офистерді, организация, университеттерді, оқу орындарын аралап жүрмейсіздер. Өздеріңіз жаңағы мысалы бутылканы алып, мынандай бутылка алыңызшы, мынандай ерекшеліктері бар, немесе нони алыңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз. Жоқ. Қазір дамыған 21 ғасырда бәріміз тек қана онлайн жұмыс істейміз. Телефон арқылы, кеңестердің бәрін телефон арқылы береміз, клиенттердің бәрі онлайн келеді. Товар жібереміз деп уайымдамайсыздар. Қазақстанның 14 қаласында біздің өзіміздің офис складтарымыз бар, иә. Кез келген өнімді сол жерден алып кете алады. Команданы да онлайн құрамыз. Бір адамды жинау, ойбай, бүгін бір баяғыда білемін, бала кезімізде бір аудан орталықтарында, қалаларда бір кісілер жинап алып, семинар өткізіп, адамдар тіркеп, сондай болды бас кезінде. Бұрыннан жұмыс істеп, Oriflame секілді үлкен компаниялар. Сіздерде қазір олай емес, тек қана команданы Zoom-ға ашып, қазір TikTok бар, Instagram бар, не дейсіз, бар мүмкіншілік бар. Тек қана біз басымызды дұрыс пайдаланып жұмыс істесек, біздің алатын қамалымыз әлі алда. Қалай айтады? Мысалы толқын тасты төңкергенмен ол тесе алмайды. Ал тесу үшін тамшы тас теседі дейді. Ол не деген сөз? Тамшы өзінің тұрақтылығымен. Біз бір нәрсені тұрақты жұмыс істей берсек, соның түбінде нәтижесін көреміз. Ол деген біздің қазіргі осы атқарып жатқан жұмысымызда үлкен мүмкіндік бар. Бүгін сіз менеджер болып тіркелдіңіз дейік предстартпен. Егер сіз тұрақты түрде ізденіспен жұмыс істеп, семинардан қалмай өткізіп, осы компания өтіп жатқан әртүрлі болып жатқан іс-шараларын өткізбей, қалаларда жүріп, көріп, мықты, мысалы біздің компания мықты лидерлері бар, иә, мысалы Мерхат Ермеков, Нұрболат Ермеков, Әсел ханым бар, кеше ғана директор ұстасын жауған, мысалға Гүлжира ханым, бір қала емес, бір мемлекетте ашқан бар, сол кісілердің біреуіне бар, осы мен компанияға тіркеліп едім, осындай нәрселерді түсінбей жатыр, маған көмектесіңіз деп айтса, осы көмектеспейді. И бар, сенің спонсорың кім, сені кім тіркеді, сонымен жұмыс істе деп айтады деп мен ойламаймын. Өйткені олардың бәрі сізде келген адамның жұмыс істеуге, олардың табыс табуына және осы жерден өздеріне керекті мүмкіншіліктерін жасауға көмектеседі. Еркіндік бұл саяхат, иә, енді осы тақырыпқа бір кейіннен тоқтай кетейікші. Еркіндік бұл саяхат деп айтып жатырмыз ғой. Біз өйткені еркін жүрміз. Бұл деген кез келген жерге саяхаттап та жүріп жұмыс істей беруіміз болады. Не только Қазақстан, шетел мемлекеттерді аралап, шет жерде жүріп те жұмыс істеуге мүмкіндіктеріңіз бар.
маған десеңіз теңіздің жағасына жатыңыз, отельге барыңыз, әлемнің түкпір-түкпіріне барсаңыз да армандаған жеріңізде отырып жұмыс істейсіздер және сонымен табысқа шығасыздар. Солай табысқа шығып жатқан даже примерге келтіретін біздің компания мықты көшбасшылары бар, өздеріңіз білесіздер, атын айтпай ақ қояйын. Солай жұмыс істеп жатқан. Бір қызығы, бүгін сіз тіркелсеңіз, уақыт келгенде сіз де солай істеуге мүмкіндігіңіз бар. Өйткені адам істеген нәрсені адам істей алады. Бізді бәрімізді бірдей қиып шығарады, иә. Бір адамнан мысалға алсақ, қазіргі бізде жүріп жатқан көшбасшыларды бізден бір нәрсесін ерекше қылып жасаған жоқ. Олар да біз секілді екі қол, екі аяғы бар. Біз секілді олар да тілмен жақты берді. Олардың ерекшелігі тұрақтылықпен білім іздеу арқылы, адамдарға түсіндіру арқылы жұмыс істеп, өздерінің дәрежелерін көтерді. Жаңа кірген осы компанияға келген партнерларға осы мүмкіндік пайдалануға болады. Мен жұмыс істемеймін, өмір сүріп, дамып, табыс аламын. Бұл жаңа дәуірдің формасы, желілік бизнестің өмір деңгейінің бастауы. Жұмыс істемеймін қалай енді? Біз мысалға ешқайда жұмысқа барып, басымызды ауыртпаймыз, өмір салтымызды дұрыстаймыз. Тем более біздің компанияның артықшылығы, бізде өнімдердің бәрі премиум класста, сұраныс өте жоғары. Осы компанияға тіркеліп, өнімдерін пайдаланып, өздеріңіздің денсаулықтарын жақсартасыздар. Өмір салтын өзгертесіздер. Өйткені біздің компанияда денсаулық кеңесі бар, Гүлжан Аманбай басқарады. Қаншама білгір врачтар бар. Сіздерге қалай өмір салтын дұрыс ұстану керек екендігін үйретеді. Және сөйтіп сол үйренген нәрсеңізді келесі бір адамға үйретіп, сіз сол арқылы табыс таба аласыз, Өте керемет қой. Осындай беріп отырған возможностьті пайдаланбау мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан біз сол берілген мүмкіндіктерді, компанияның беріп жатқан мүмкіндіктерін, және біздің осы компанияның соучредителері Мария Поста мен Григорий Кавицке күнде алғысымызды айтып, тек қана қолымызға туымызды алып, жұмыс деп соны тоқтаусыз істеуіміз керек. Так, енді қысқаша қойып жатқан сұрақтар бар екен, соларға тоқталып кетсек болады, иә. Эфир міндетті түрде сақталады, кез келген уақытта осы эфирді ашып көрсеңіздер болады. Иә, біз жанымызды ашып айтамыз ғой, оны түсінбейді ғой. Әр адамның өзінің жүріп өтетін жолы бар, сол жолды өтіп, әбден басқа тигенде келеді ғой. Енді осы сұрақ бойынша әрине ол адамның өзінің ізденісіне байланысты. Бір адам сетевойдың мүмкіншіліктерін түсінбеуі мүмкін. Біз қалай істейміз? Компанияға тіркелеміз, жұмыс істейміз деп өзімізге мақсат қоямыз да, бірден жақындарымызға айта бастаймыз. Ол не? Теплый контакт. Досыңа, бала кезде өскен досыңа, ал оларды компанияға шақыру үшін не істеу керек? Бізге бір нәрсені дәлелдеу керек. Сен жетістікке жетуің керек. Сен жетістікке жеттің. Сізге қалай айтады? Жақын сен жұмыс істеп жатыр екенсің бүгін. Сен істей бер пока. Бір жетістікке жетесің, сол кезде біз сенімен бірге жұмыс істейміз. Ал ол жетістікке жеткенде, сол кезде сізге отказ берген адамға тартуға сіздің уже қалай ниетіңіз бола ма, болмай ма? Бірақ көп өкініп отырады, сол кезде айтқан кезде істеуім керек деп. Енді алысқа бармай ақ қояйын, мен өзім де сол басымнан өткен. Өйткені біз оның бәрін бірден түсіне бермейміз. Ал бұл бизнесті түсіну үшін адамға тұрақты түрде ізденіс жасау керек, білім алу керек, тоқтамау керек. Жалпы білім тоқтаған кезде сіздің өмір салтыңыз да тоқтайды. Өйткені сіз әлемде қазіргі таңда не болып жатқанын қалып қаласыз. Сіз ойламаңыз, мен осы жерге келдім, мен бәрін білемін, осы жерде тоқтаймын. Жоқ, қоғам бір орында тұрмайды. Елбасының бір айтқанында бір керемет сөзі бар еді. Бүгінгі қоғамның дамуы соншалықты, сен онымен ілесіп жүре алмайсың. Оның көшті күтіп аламын десең, алдына шық деп, алдынан тосып ал деп. Бұл не деген нәрсе? Егер қоғам бір қадам алдыға жүрсе, біз екі қадам алдыға жүреміз. Өйткені қазіргі заманда, әлеуметтік желі дамыған заманда бір нәрсені қатар жүріп өтемін деген ол мүмкін емес. Өйткені күнде өзгереді. Бүгінгі сөзіңіз ертеңге жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан тұрақты ізденіс, табыс көзін табамын десеңіздер, соның бір фокустың айналасынан шықпау керек. Соны жалғастыру керек, және соны іздену керек, тоқтамау керек, өткізу керек, жүргізу керек, келіп жатқан командамен жұмыс істеу керек. Оларға дұрыс мотивация беру керек. Адамдар бірінші, біз компанияда бірінші не сатып, өнім сатпаймыз бірінші біз. Оларға бизнес сатпаймыз, біз оларға мотивацияны сатамыз. Сіз қалай оған бірінші келгенде қалай түсіндіресіз, оның ойында сол қалады. Жарқын былай айтты ғой. Жарқындар бүйтіп жатыр екен ғой.
олар мынандай возможностьтар бар. Неге маған олай істемеске? Ол кісі сол мотивация тойып кету керек. Ол деген сол жерде желаниямен кету керек. Ал соған келіп бірдеңе ойбай тіркеліңіз, бүйтіңіз, сөйтіңіз, өйткенде мындай табыс табасыз. Елит пакетке тіркелгенде аптаның соңында 20% аласыз, кісі тіркегенде мындай болады. 2 ветканы жүргізуіңіз керек, мың жағыңыз платежный, мың жағыңыз ведущий, 2 адаммен жұмыс істеңіз деп. Оның бәрі бірінші келген адамға оның миына сыймайды ол информация. Бірінші келген адамға мотивация, жалпы сетевой бизнесті, жалпы Невеевтің артықшылықтарын досконально түсіндіру керек. Ол ойлану керек, мен не істеп жүрмін? Ана жерде жаңа сөйтіп айтты ғой, неге маған істемеске? Мен тағы барайыншы, ана үйренейінші, ол не сатады екен өзі сонда? Мынандай бір возможность алып жатыр, осындай бір мотивация, мүмкіндіктер алып жатыр екен, бұлардың сонда не сатып байып жатыр бұлар? Қалай екен бұлардың бизнестер деген? Оларда желание болу керек, олар өздері повторно сізге келу керек, қайтадан сізге қоңырау шалып, сіз ана жолы маған айтып едіңіз ғой, мен сізбен кездесіп соны түсінгім келеді, сізбен жұмыс істегім келеді деген, олардың повторный звонок солардан болу керек. Сол кезде сізге жеңіл болады. Ал екінші келгенде сіз спокойно отырып уже өнімді айтасыз ба, маркетингді айтасыз ба, өйткені олар целенаправленно келеді сізге, осы тіркелемін, жұмыс істеймін, сіздер секілді болғым келеді. Ал ондай болсын, біз өзіміз көшбасшы бола білуіміз керек, оларға дұрыс направление көрсетуіміз, дұрыс жол көрсетуіміз керек. Және тіркелген адамды тіркедім, болды, мен өзімнің CV-мді алдым, рекрутинг бонус түсті, командный болып түседі деп оны тастап кетпеу керек. Егер бір адам солай тастасақ, ол негатив, ол екінші адамға келеді. Содан кейін команда құру мүмкіншілігі сізде күннен күнге төмендей береді. Біз көп жағдайда сетевоймен айналысатын адамдар осыған мән бермейді. Тіркетеді, міне сіздің кабинетіңіз, мына сіздің логоңыз, мынаған кіресіз, былай істейсіз, мынаған сатасыз, бүйте саласыз, сөйте саласыз, бүйте саласыз, сөйте саласың деп ол қорғанның алдындағы қарды көріп жатқан жоқсыздар. Сондықтан тіркелген новичоктармен жұмысты тұрақты түрде жүргізу. Ол тәй-тәй басып келген бала секілді сіздің алдыңызға. Оның өздігінен жүгіріп шауып кеткеніне дейін сіз мүмкіндік беруіңіз керек. Бала болып туған кезде ата анасы оны бүгін еңбектеп жүр екен, өзі жүреді екен кетпейді ғой. Оны әбден өзі аяғына нық басқанша ата ананың былай айтқан кезде қарауынсыз қалмайды, иә бала. Сол секілді сіздерге келген новичокты ешқашан далаға тастамаңыздар. Өйткені олардың өскені, сіздердің өскеніңіз, олардың табыс тапқаны, біздің табыс тапқанымыз. Сондықтан бірінші қателік жібермеуіміз керек. Ол бірінші қателік келген адамды далаға тастап кетпеу керек. Сонымен жұмысты тұрақты, тоқтаусыз, ол өздігінен алып кеткенше жалғасын тоқтатпауымыз керек. Так. Жалпы қоятын сұрақтарыңыз болса, қойып жіберіңіздер. Мен сіздерге осы сұрақ бойынша жалпы традиционный бизнестің, найм жұмыс деп айтамыз, мемлекеттік жұмыстың, сетевой бизнестің, сетевой жұмыстың айырмашылықтары мен кемшіліктерін сіздерге түсіндіріп айтайын. Өйткені мен бұл жұмысты бәрін көргенмін. Енді сіздер ойлайтын шығарсыздар, енді жасы 30-дан жаңағы асқан бала екен, бұл бізге соншалықты ақылды қайдан айтып отыр деп. Мен 19 жасымда, 20-ға толмай мемлекеттік қызметте жұмыс атқардым, лицейный званиясын алып. Өзің ойлашы, балалар, менің жолдастарым бәрі студент, қыдырып жүр, ал сенің байланып қалған жұмысың бар, ешқашан шыға алмайсың. Ертең мемлекеттік қызметтесің, сенің жауапкершілігің көп. 10 жыл істегеннен кейін біз соны бізге сабақ болу, одан әрі біз традиционный бизнеспен өзімізді 2 есе көбейтіп алдық қой жұмысымызды. Одан кейін мынандай нәрселер бар, традиционный бизнеспен айналысып жүреді де, осы сетевой бизнеспен айналысып келеді, бірақ ойлайды, мен қазір барсам, бірден табысқа шыға алмай қаламын, мен одан кейін отбасымды қалай асыраймын, менің төлеп отқан кредиттерім бар, сонда қалай болады екен, табысқа шықпайсың деп айтады. Иә, мен енді ешкімді алдаудың керегі жоқ. Бірден келген адам бірден табысқа шыққан, ойбай, осындай чек болады, аптасын осындай аласыз деген сөз енді ол сказка шығар. Енді сол үшін өзіңіз жұмыс істеп бермесеңіз. Ал егер сіз оған жұмыс істеп берсеңіз, ол ешқашан жұмыс істемейді. Өйткені сен, иә, біледі, мен үшін жақын істеп береді, ана жақтан улан істеп береді, тағы сол секілді. Ондайды қою керек. Сіз оларға тек қана бағыт бағдар беріңіз. Ол өздігінен алып кетіп жұмыс істейтін. Егер сіз соны бірінші күннен солай үйретсеңіз, ол солай кете береді. Одан сізге ешқандай былай айтқанда толқы болмайды, и өзі ары қарай өзінің осы сетевой бизнестегі жұмысын алып кете алады деп мен айта алмаймын. Өйткені ондай нәрсе көптеп кесіп жатады, иә, барлықтарыңызда бар шығар сондай проблемалар. Енді шамам келгенше сіздерге қарапайым тілде түсіндіріп жатырмын, өйткені анау сызылған веткалар, аяқтар, CV-лар, сіздер қазір айтсам, оны енді
осы компания тіркеген адамдар барлықтарыңыз білесіздер. Ал жаңадан келген адам CV не, ол ветка не, аяғы не, платежка не, ол түсінбейді оны. Оның бірінші келген кезде оның бәрін айтып керек емес. Жақсы ханымдар, тыңдағандарыңызға рахмет. Енді болашақта алдағы уақыттарда сіздермен осы Невоев компаниясының алған жетістіктерімен бөлісіп отыратын боламыз. 2 жылдың арасында біз не ұқтық, не түсіндік, қандай артықшылықтар бар, қандай кемшіліктер бар. Айта кетейін, одан кейін келген адамға бүкіл тек қана жақсылық жақтарын ғана айтпаңыздар, жақсы жақтарын ғана бүйтесіздер. Оның да бір кемшіліктер, жаман жақтары, қиындық жақтары бар. Біз адамды қалай айтамыз? Келген адамның айлық қалмауды ойлаймыз, тіркеп алайыншы, командам көбейе берсін. Жоқ, ол сіздің жақыныңыз болсын, танысыңыз болсын, танымайтын адам болсын, келген күннен оның қандай ауыртпалығының барын айтып түсіндіру керек. Бәрібір уақыт өткеннен оны түсінеді, өйткені көріп жұмыс қандай. Жарқын, сен маған айтып едің ғой, бәрі бізде сладко, гладко, ешқандай бізде бинар теңестіру деген жоқ, екі аяқты бірдей жүргізіп отыру деген жоқ, лидер өсіру деген жоқ, обязательство жоқ, ай сайын алып отыру деген басқа компанияларда біздің компаниямыз ондай көрсетілмеген деп тек қана жақсы жақтарын айтып, жаманын жасырып қалмаңыздар. Жаман емес, ол былай айтқан кезде қиындық тудыратын жақтарын жасырмаңыздар. Оны жұмыс істеймін деп келген, целенаправленно бағыт алып келген оның бәрібір біледі. Ал оны сіз уақытында айтсаңыз, ол соны саналы түрде қабылдап, осындай нәрселер бар екен ғой деп, ол оған бірінші күннен дайын болады. Және сізге деген отношениесі дұрыс болады. Сіз оны бірінші күн көрсеттіңіз, ол соны түсінді, ал уақыт өте келе өзі келіп түсінген кезде спонсор мен партнердің арасында түсініспеушілік болып қалуы мүмкін. Жалпы біздің компанияның тағы бір беріп жатқан ерекшелігі, мысалы бізге адамдар ойлайды, ой, біз келгенде бізде travel бар деген бар, шетелге тегін саяхат жасайсыз. Бұл екінің бірі жасай алмайсыз. Бірінші тіркелген адам тіркеп алды, мен сізді шетелге апарамын, қыдыртамын деп. Оны қайдан қыдыртасыз, өзіміз әрең жүгіріп жүргенде? Оны бірінші күннен түсіндіру керек. Біздің ключевой нәрсеміз не? Жаңағы айтқан нәрселердің ішінде travel'ымыз бар, біздің компания беріп отыр. Компания бізге осындай мүмкіндік береді. Шетелде мен өзім 3 рет шетелге тегін осы компанияның арқасында қыдырып барып келдік. Ол Шри-Ланкаға бардық. Енді ол жақта демалған деген, алған ощущениеміз деген еді айтуға келмейді. Енді одан кейін Малайзия, астанасы Куала-Лумпурда болдық. Ланкави деген островында болдық. Катрға 130 адам болып бардық. Демалыс деген енді 10-мен балласа, 10-ның үстіне 10 қосып 20 деген балл беруге болады. Бәрі тегін. Бір адам өз қалтасынан бір ақша шығарып, қалайшы, бүгін қарным ашып қалды, қыдыруға үлгере алмай қалдым деген бір проблема болған жоқ. Сенесіздер, мен өзім $100 ақша алып бардым ғой, $100. Мен өзім бойдақпын. Тек қана осы Малайзия барғанда анама бір сыйлық алайыншы деп, символически ғана сыйлық алдым. Қалған бәрін компания берді. Қандай үлкен мүмкіншілік, осы мүмкіншілікті пайдалану керек. Және осы мүмкіншілікті жаңадан келген партнерларға барасын емес, бару мүмкіндіктерін үйрету керек. Келіп алған адамға бітті, білесің, бізде осындай бар, жұмыс істесең шетелде тегін қыдырасың деп, оны андай бір эйфория беріп, оған бір сондай бір желание тасып қойып, ертең оны істемей жатқанда реніш туындырмауды дұрыс айту керек. Өйткені travel балды жабу екінің бірінің қолынан келмейді. Сіз айтыңыз, түсіндіріңіз, осындай компания беріп отыр, саяхаты бар, тегін саяхат, оның ішінде ұшып бару, қайтуыңыз, 5 жыл отельде жатуыңыз, саяхаттауыңыз, барлық тегін екенін айтып қызықтырыңыз. Бірақ оған жұмыс істеу керек. Travel үшін команда құруыңыз керек. Адам тіркелсе, рекрутинг бонусы арқылы сіздің travel балды жиналады деп, соған бірінші күннен оған мақсат қоя білуіңіз керек. Оның арманы болу керек. Адам армандау керек. Арманы уақыт өте келе мақсатқа айналу керек. Мақсаттан жоспар болу керек. Жоспар біздің күнделікті біздің атқаратын жұмысымызға айналу керек. Жоспар бар адамдар түптің түбінде өзі жоспарлаған, өзі мақсат қойған жоспар мақсатына жетеді. Мақсат кезінде армандаған армандарының орындалуына үлкен мүмкіндік береді. Осындай мүмкіндіктерді пайдалану керек, ханымдар, мырзалар. Енді маған енді жарты сағат уақыт деген, ары кеткенде 40 минут сөйлеп қойыппын. Сөйлеген жақсы көреміз. Шамамыз келгенше түсіндірейін. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы біздің Қазақстанның кез келген қаласында мықты біздің бренд партнерлар бар. Солардың кез келгеннен сабақ алыңыздар, дәріс алыңыздар, тоқтамаңыздар, іздеулеріңізді күнде жалғастырыңыздар.
Ньювейвпен бірге барлығымыз бірге дамиық, өсейік, компания беріп отырған мүмкіншілікті тиімді пайдаланайық, компания беріп отырған саяхатты бәріміз, біз 100 адам Катарға барсақ, Хайнянға 200 барайық, одан 300 адам барайық, 300 адамға дейін 400 адам болып қыдыратындай мүмкіндік берейік. Сол үшін командамыз күннен күнге үлкейте берейік, соған тоқтаусыз жұмыс істейік. Еңбек еткен адамға ғана береді, жатып алып аяқ көтеріп жатып диван жатқан кім ақшасын береді қалтасында, айтсаңдаршы, ондай адам қайда мүмкіншілігі болады? Сондықтан тоқтаусыз қызмет етейік. Еңбек қыл, есектің артын жусаң да табыс тап деген. Сондықтан еңбегімізді тоқтаусыз жалғастырайық. Менімен бірге 40 минуттай уақыттарың бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін, барлықтарыңызды құрметтеймін. Компанияның құрылтайшылары болыңыздар, сау саламатта болыңыздар, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет барлықтарыңызға.